15-16 ғасырлардағы ұлы географиялық ашылулар дәуірінен бастап, Африка Еуропа елдері үшін маңызды аймақ болды. Ұлы державалар континенттің барлық дерлік аумағын басып алып, оларды бірнеше ғасыр бойы колония ретінде пайдаланды. Ресурстарды сорып алды, жергілікті тұрғындарды қанады және жоғары бағамен сауда жасады. Екінші дүние соғысынан кейін Африка елдері тәуелсіздік алған соң бәрі өзгерді. Ондаған жылдар бойы олар өздігінен дамуға тырысты. Ал 21 ғасырда олар жаңа одақтас пен инвестор тапты. Бұл жаңа одақтас һәм инвестор Қытай еді. Пекиннің бір белдеу, бір жол экономикалық бастамасы бастапқыда Азия елдеріне бағытталған еді. Бірақ бірте-бірте басқа континенттерге тарады. Бүгінде Африканың 37 елі Қытаймен байланыс орнатқан. Қытайлық бағдарлама Африкаға кең ауқымды инфрақұрылымдық жобаларды, порттарды, көпірлерді, темір жолдарды және автомобиль жолдарын салуды ұсынады. Мұның бәрі әрине тегін емес. Егер төлей алмайтын болса, онда қытайлықтар салынған нысандардың толық иесі болады. 2021 жылдың мамыр айының ортасында Бейжіңде форум өтті. Шет мемлекеттердің 40-қа жуық басшылар арасында Кения, Эфиопия, Мозамбик және Джибути басшылары қатысты. Қатысудағы мақсаттардың бірі олардың елдеріне берешек ауыртпалығын төмендету туралы келіссөздер болды. Деколонизациядан кейін қара континент қырғи қабақ соғыс кезінде үлкен державалардың ықпалына түсті. Қарсылас мемлекеттер одақтас болу үшін Африка елдерінің инфрақұрылымына инвестиция құйды. Бірақ КСРО мен ақш арасындағы қарама-қайшылықтың нығаюына байланысты олар Африканы ұмытып кетті. Қытай жергілікті экономикаға елеулі сомаларды салуға келісетін жалғыз ірі мемлекет болды. Сонымен қатар, Пекин адам құқықтарын қорғау мәселелеріне қатысты кемшіліктерді ескермейді. Қытайлықтардың батыс елдерінен айырмашылығы, олар африкалық іскерлік серіктестеріне демократиялық құндылықтарды ұстануды талап етпейді. Тек қана бизнес. Қытайға Африка не үшін қажет? Ресурстар. Африка пайдалы қазбаларға бай. Көптеген табиғи ресурстар бойынша ол бірінші орында. Бұл оның аз зерттелгеніне қарамастан. Мысалы 1980 жылдардан бастап 2012 жылға дейін мұнай қоры 120%-ға өсті. Табиғи газ осы уақыт ішінде 140%-ға өсті. Бұл процесс жалғасуда және жаңа кен орындары көбейіп келеді. Жұмыс күші. Бұл қанша оғаш естілгенімен, бірақ Қытайға болашақта арзан жұмыс күші қажет болады. Бұл экономика заңы. Дамыған елдерге кеңінен қолданылатын тауарларды үлкен масштабта және шетелде шығару тиімді. Өйткені өз азаматтары тиын тебенге жұмыс істеуге дайын емес. Қытайдың жалпы ішкі өнімі үлкен қарқынмен өсуде. Жалпы ішкі өнім құрылымы өзгеруде. Өнеркәсіп үлесі 43%-дан 40%-ға дейін қысқарды. Бұл 2008 бен 2018 жылға дейінгі деректер. Ауыл шаруашылығы 10%-дан 7%-ға дейін, ал қызмет көрсету саласының үлесі 43%-дан 52%-ға дейін өсті. Тренд айқын. Өткізу нарығы. Қазір Африканы ірі нарық деп атау қиын. Бірақ алғашқы екі тармақ, ресурстар мен жұмыс күші, бүкіл континенттің елеулі дамуына әкеледі. Қазір Африкада 1 миллиард 400 миллион адам тұрады. Шамамен Қытайдағыдай. Бұл қазірдің өзінде даму жолына түскен үлкен нарық. Қытайдың дамуы. 2014 жылы Қытай экономикасы жалпы ішкі өнім бойынша ақшты басып озды. Яғни доллармен есептелген сатып алу қабілетінің паритеті ақштан жоғары болды. Негізгі фактор өте арзан жұмыс күші. Көптеген әлемдік компаниялар біліктілігі төмен Қытай жұмысшыларының арзан еңбегін пайдаланып, өз өнімдерін Қытай Халық Республикасында шығаруға ұмтылады. Дамудың баяулауы. Алайда, Қытайдың дамуымен халықтың көп бөлігі төменгі күнкөріс деңгейінен орта тапқа ауысады. Білімі артып, және жұмысшылардың дағдылары пайда болды. Бұл орташа республикалық еңбек бағасының біртіндеп өсуіне әкеледі. Тиісінше, экономикалық өсу баяулайды. Қытай іс жүзінде ауқымдылығымен, қымбатшылығымен ерекшеленетін инфрақұрылымдық жобалар арқылы Африка елдерін сатып алуда. Гвинеядағы 526 миллион долларлық бөгет сияқты жеке ғимараттардан басқа Қытай бір белдеу, бір жол бастамасын әзірлеуде.
Жаңа сауда жолы Азия мен Еуропаның үлкен бөлігіне әсер етумен қатар Африкада маңызды рөл атқарады. Жоба аясында құрлықта жоғары жылдамдықты темір жолдар құрылуда. Мысалы, Кенияда осындай жолдардың бірін Қытай 3,2 миллиард долларға салған. Ол Найроби астанасын Момбаса портымен байланыстырады. Бұл бірнеше мысал. Африкада дәл осындай жүздеген өнеркәсіптік Қытай жобалары бар. Құрылыстық жобаларды Қытай өкіметі толығымен бақылайтын Қытайдың экспорт-импорт банкі Эксим қаржыландыратынын атап өткен жөн. Сөз жүзінде Қытай банкі берген несиелерді Африка мемлекеттері қайтару керек. Алайда пайыздар өте төмен, немесе мүлдем жоқ. Осылайша, Қытай бұл инвестициялардың қайтарымын ұзақ күтуге дайын екен, және аталған несиелерді қаржылай көмек ретінде қарастыруға болатынын көрсетті. Мұндай мейірімділіктің себебі жоғарыда сипатталғандай, Қытайға Африкада ала алатын арзан жұмыс күші қажет. Құрлық елдері дамымағандықтан, бұл оларға қандай да бір өсу әлеуетін береді. Бұл 2000 жылдардың басындағы Қытайға ұқсас. Ол кезде аспан асты елінің жалпы ішкі өнімі жыл сайын 10-15%-ға өсті. Қазіргі кезде 6-7%-ды құрайды. Африканың экономикалық өркендеуі тропикалық Африка елдерінің табиғи ресурстарына қол жеткізе алатын Қытай Халық Республикасына миллиардтаған долларға келеді. Бұл бұрын отаршыл державалар жұмыс істеген схемаға ұқсас, және іс жүзінде көптеген сарапшылар Қытайдың әрекеттерін неоколониализм деп атаған. Дегенмен, аталмыш сөздер державаның бағытын өзгертпейді. Қытай Халық Республикасы Африка елдерін өз экономикасының күшейткішіне айналдыруды көздейді. Қытай экспансиясына байланысты африкалықтардың пікірі әртүрлі. Кейбіреулер инфрақұрылымдық жобалардың экономикалық артықшылығын және Африкада Қытайлардан басқа көпірлер мен жолдар салатын ешкім жоқ екенін атап көрсетеді. Өзгелері бұны отаршылдық деп атайды. Жақында Қытай Халық Республикасы өзінің экономикалық мүддесін қару-жарақтың көмегімен қорғай бастады. 2017 жылы Джибутиде Қытайдың алғашқы шетелдік әскери базасы ашылды. Америкалық адмирал Хайди Бергтің айтуынша, қытайлық сарбаздар америкалықтардың маневріне кедергі жасау арқылы халықаралық әуе кеңістігін бөгеуге тырысты. Ұзақ уақыт бойы Намибиядағы Вальвис Бей портында қытайлық әскери базаның құрылысы туралы көп айтылған еді. Бірақ ресми Пекин бұл ақпаратты растамады. Намибия мемлекеті Джибутимен қатар Қытай Халық Республикасы үшін маңызды. Мұнда уран кеніштері бар. Намибиядан радиоактивті отынның үлкен жеткізілімі көмірге тәуелділіктен арылуға ұмтылатын Қытайдың атом өнеркәсібінің дамуына үлкен мүмкіндік береді. Сонымен қатар, уран ядролық оқ-тұмсықтар өндірісінде пайдаланылады. Олардың саны соңғы 15 жылда Қытайда 2 есеге көбейген. Өткен жылы Қытай Халық Республикасының халықтық азаттық армиясы Нигерия, Камерун, Гана және Габонның әскерлерімен бірлескен жаттығулар өткізді. Сондай-ақ Африкадағы Біріккен ұлттар ұйымының миссияларына 2400 қытайлық жауынгер қатысты. Африканың жаһандық экономикадағы үлесі шамалы. Бірақ осы құрлықтың тәуелсіз елдері Біріккен ұлттар ұйымында 50-ден астам дауысқа ие. Сондықтан Африка Қытай басшылығына саяси қолдау үшін керек. Бір қызығы, Еуропа Африка елдеріндегі жемқорлыққа теріс көзқараспен қарайды. Қытайдың өз еліндегі жемқорлыққа қалай қарайтынын бәріміз білеміз. Жемқорлық үшін Қытайда өлім жазасына да кесуі мүмкін. Бірақ Қытай билігі өзге елдердегі жемқорлыққа, адам құқығының бұзылуына нейтралды көзқараспен қарайды. Керісінше, қытайлық компаниялар Африка елдеріндегі жемқорлықты, диктаторлық жүйелерді пайдаланып, тиімді келісімшарттарды жасап жатыр. Егер де сіз Қытайдың Африкада қандай да бір инфрақұрылымға инвестиция салғанын көрсеңіз, онда бұл жай инвестиция емес. Барлық жерде экономикалық һәм саяси мүдде бар. Мысалы, Қытай кен орындарын мұхит порттарымен байланыстыратын жолдар салуда. Арзан жұмыс күшін пайдалану үшін қалалар салуда.